Түркістан облысы еліміздің оңтүстігінде орналасқан облыс. Жер аумағы 116.280 шаршы шақырым. Облыста 21.000 бейнебақылау камерасы жұмыс істейді. Оның 8.000-і жедел басқару орталығы мен полицияның кезекші бөлімдеріне қосылған. Мектептерде 11.000 бейнебақылау камерасы орнатылған. Оның 7.340-і жедел басқару орталығы мен кезекші бөлімдерге шығарылған. Аймақтың қоғамдық жерлерінде 12 дабыл батырмасы қойылған. Жергілікті полицияға көңілім толады. Өйткені мен еркін тез келген уақытта жүресің. Өйткені қай уақытта сен 5-6 метр жерде қасында жүреді. Басқа қалаларға қарағанда Түркістанның былай еркін жүре аласың, кәдімгідей. Қорқпай жүре аласың. Жүгін көрмеген соң ондай баға несімен, бірақтан өз істеріне тығылып. Полицейскиялардың жұмысы нормально, жақсы, бірақ бұл жерде көп адамдар бар, андай нені түсінбейтін, қазіргі заман түсінбейтін, особенно ер адамдардан күтуге болады. Никнул песос, ничего не заметила, как бы, не могу сказать. Қазір енді жақсарып отыр ғой негізі. Полицияның жұмысына оң баға беруге болады қазіргі заманда. Жол жүру ережелері дұрысталған, мысалға қазір көптеген камералардың арқасында бұл жағынан жақсы. Өздерінің жұмыстарын қазіргі уақытта жақсы атқаруда. Олар қазір заңмен жұмыс істейтін болған, кезінде ондай болмаған сияқты. Тұрғындардың өзіне байланысты. Тұрғындар ережені сақтаса барлығы болады. Камерамен жүріп, бұрынғыдай көшеде тұрып тоқтатып, ондай жоқ қазір. Біраз жерлерге мысалға видеокамералар қойған. Мысалы біреу ұрлық жасаса, тез тауып алуға болады да, ол адам. Сол жағынан жақсы дамыған. 5 баламыз 7 бал береді. 5 балдық шкаламен дегенде 4. 5-тен 4. 5-тен 4. Су тасқын болса полицей, өрт болса полицей, халықтың тыныштығын сақтайды.